менің миымнан кетпейді, мен кіммін, неге менде уверенность жоқ деген сұрақ. Бірінші, сіз өзіңізге өте жақсы сұрақ қойып жатсыз. Сіздің аты жөніңіз сізге ата-анаңыздың берген кегі, аты. Ал енді Алланың нығметі бойынша сіз кімсіз? Сізді бұл әлемге, бұл жерге не үшін жіберді? Соны ойландыратын сұрақ. Бұл міндетті түрде бұның атын миссия дейді, предназначение дейді. Сіз өзіңізді өзіңіз табу жолында. Ал енді уверенностьқа келсек, сенімділікке. Сізде сенімділік жоқ, өйткені результат жоқ. Результат. И немесе сіз өзіңіздің результаттарыңызды құнсыздандырып тұрсыз. Оларды ойламай тұрсыз. Сенімділік деген не? Сен өзіңе сенімді болып тұрғаныңда, істеген ісіңе, айтқан сөзіңе. Ал енді сізде өткен өміріңізде, істеп жүрген жұмысыңызда көзге көрінетін нәтиже болмаса, әрине сізде сенімсіздік болады. Ал сенімділік болу үшін нәтиже болу керек. Ал нәтиже әрекет арқылы келеді. Сіз істеп жүрген жұмысыңызда, ортаңызда, кәсібіңізде қандай нәтижеге жеттіңіз? Іс әрекет арқылы қандай нәтижеге жеттіңіз? Соны сараптаңыз. Сонда мен мынаны істеппін ғой, мынаны істеппін ғой, мынаны істеппін ғой деп сізге сенімділік келе бастайды. Сенімділік келген адамның иығы, кеудесі көтеріліп, иығы жазылып, алға жүруге ұмтылады. Сондықтан екі ғана себеп көріп отырмын. Біреуі сізде жетістік жоқ, нәтиже жоқ. Екіншісі жетістік пен нәтиже бар, бірақ сіз оны құнсыздандырып отырсыз. Отырыңызда 2025-те істеген қандай жұмыс, қандай кәсіп, сол жерде қандай жетістікке жеттіңіз, бәрін жазыңыз. Сіздің жеңістеріңіздің тізімі. Сол сізге мықты сенімділік береді.